Брайан Трейси мақсатыма жетемін. Бірінші тарау арман. Табыстың бастапқы нүктесі өмірде өзің үшін нені қалайтыныңды дәл анықтап алу, өз қалауыңды нақтылап, оларды барынша дұрыс қалыпқа салып алу. Мұны қалай жасауға болады? Міндетті түрде армандау қажет. Адамды басқалардан бір саты жоғары ететінде армандай білу. Армандау жақсы мақсаттарды қиялдау. Бұл жарқын болашақты аңсау. Менде ақша жоқ, менің таңдаған жолым дұрыс емес, менің басымда қиындық көп деген сөзді айта көрмеңіз. Оның орнына сізде ешқандай шектеулер, кедергілер жоқ деп ойлаңыз. Өзіңізге уақытым көп, ақшам жеткілікті, қажет болатын байланыстарым, таныстарым бар, білімім де, тәжірибем де жеткілікті деп елестетіңіз. Тіпті не қаласаңыз соның бәрі бар деп сезініңіз. Егер сиқырлы таяқшаны сілтеп қалғанда қалағаныңыздың бәрі орындалатын болса, нені қалар едіңіз? Сіз өзіңіздің болашағыңызды мұрат етуіңізге, армандауыңызға, қиялдауыңызға, жоспарлауыңызға болады. Армандарыңызды орындалады деп ойлаңыз. Сиқырлы таяқшаңызды сілтеуге болатын өмірдің маңызды 4 саласы бар. Бірінші сала табыстармен байланысты. Мен білетін табысты адамдардың бәрінде де әр жылға арналған қаржы жоспары бар. Олар бір жыл ішінде табатын табыстардың нақты санын біледі. Бұл жоспар мұқият жасалғаны сондай, тіпті қанша адам айына, аптасына қанша, тіпті күн сайын қанша табыс табатынына дейін көрсетілген. Табыскер адам содан соң не істейді? Ол ең алдымен ай сайын, апта сайын, күн сайын қажетті қаражатты табу үшін күнделікті істейтін міндеттерін анықтап алады. Ол өзінің қаржылық мақсаттарына жету үшін қойылған міндеттемелермен күн сайын таңертең төсектен тұрысымен-ақ жұмыс істей бастайды. Табыскер адамдар бір апта, бір жыл өткеннен кейін қорытынды жасайды және өздерінің мақсаттарынан асып түскендерін байқайды. Олар тіпті жоспарлағаннан да артық жасағанына көз жеткізіп жатады. Таныстары, достым, өткен жылы шынымен де сенің жолың болды дегенді айтады. Дегенмен, жолы болу деген сөз бұл жерге келіңкіремейді. Неге? Елестетіп көріңізші. Мен сізге өте қымбат автокөлік сыйға тарттым. Еш жерінде ақау жоқ, кілтін, жол картасын бердім. Дәл қай жерге бару керектігін айттым. Тіпті мүмкін пайдалы техникалық қолдауды көрсетермін. Сосын тұрып, сол жаққа барды, сыйлығын ал дедім. Әрине, сіз көлікке отырасыз да GPS жүйесінің көмегімен барасыз. Сосын келісілген жерден сыйлығыңызды аласыз. Мұны ешкім де жолы болғандық деп айтпайды. Солай емес пе? Себебі сіздің істегеніңіз тек жоспарланған әрекетті орындау ғана. Негізгі ереже алдыңа мақсат қою және қандай жетістікке жетуді қалайтыныңды көз алдыңа келтіру. Осы жолы өзіңнің қалаған мақсаттарыңның қандай болғанын қаласаң, сондай етіп елестету. Олар 2 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін қандай болатынына да көз алдыңа келтіру. Өзіңізден сұрауды ұмытпаңыз. Қанша табыс тапқыңыз келеді? Сонша табысты табу үшін осы жолы нені үйренуіңіз керек? Қай нәрседе шеберлігіңізді шыңдауыңыз және жетілдіруіңіз қажет? 1 жылдан кейінше, 2, 3, 4, 5 жылдан соң ше? Айналаңызға қарап, сосын өзіңізден сұраңыз. Дәл менің тапқанымдай ақшаны тағы кім тауып жатыр? Ол адам менің істегеннен басқа тағы не істеуде? Және есте сақтаңыз, сізден артық ақылдырақ, сізден икемдірек ешкім де жоқ. Егер біреу сізден де көбірек табыс табатын болса, оның себебі мұның қалай жасалу керектігін сізден бұрын түсінгендігін ғана. Ол бұл сұраққа жай ғана жауап іздеп көрді. Адамдардан сұрап білді, кітап оқыды, курстарға қатысты немесе радио тыңдады. Табыскер адамдар өз уақытында мақсаттарына жету үшін нені үйрену қажет болса, соны үйренді. Жүздеген адам жасай алған нәрсе әлдебіреулердің қолынан келді. Сол сияқты ол сіздің де қолыңыздан келеді. Ешкім де сізден артық немесе ақылды, не болмаса икемдірек емес. Екінші сала. Айқын мақсаттар қоятын сіздің отбасылық жағдайыңызбен байланысты. Бұл жайында ойлану өте қажет. Сиқырлы таяқшаны сілтеп қалып едім деп көз алдыңызға елестетіңіз. Сосын сіздің отбасыңыздың жағдайын күрт өсіп кетті.
Сіздің үйіңіз, көлігіңіз, саяхаттарыңыз, тұрмыс-тіршілігіңіз, балаларыңыз оқитын мектеп, киім, отбасыңыздағы қарым-қатынас бәрі де ойдағыдай. Өзіңізден, егер ешқандай кедергі болмаса, менің отбасымның жағдайы қандай болар еді деп сұраңыз. Біздің өміріміздегі ең бір маңызды мақсаттардың бірі біздің ерекше қамқорлыққа алған адамдармен бірге болуға көбірек уақыт бөлуіміз. Біз барлық тіршілігімізді осы бірінші кезектегі мақсатқа сүйене отырып құруымыз керек. Бір семинарда мен Эдвард Мёрфиді кездестірдім. Ол атышулы Мёрфидің заңдылығы атты кітаптың авторы. Оның маған айтқаны: мен үйленгенде әйеліме кем деген 2 сағат сенімен бірге боламын деп уәде бердім. Егер бір жаққа кететін болсам, әрқашан телефон арқылы хабарласып тұрамын дедім. Бірінші баламыз дүниеге келгенде, енді мен отбасыммен күні кем деген 3 сағат бірге боламын деп уәде бердім. Сосын ол: бұл 21 жыл бұрынғы жағдай еді деген қосып еді. Осы күнге дейін мен берген бір сертімді бұзған емеспін. Бұл менің өмірімдегі қабылдаған ең бір керемет шешім болды. Мен қазір бір кездегі армандағанымдай да көп табыс табамын. Мен табыстымын, бақыттымын. Мен білетін адамдардың арасында беделім де бар, және менің отбасылық өмірім ең керемет отбасылық өмір. Уақытымды отбасымен бірге өткіземін деп қабылдаған шешімім, сондай-ақ жұмысқа бөлген уақытымды да ойластыру менің өмірімді толығымен өзгеріске әкелген шешім болды. Бұл менің ең керемет шешімдерім. Ойланып көріңіздерші, шындығында да бұған қарсы ешкім ешқандай да уәж айта алмасы анық. Үшінші сала: өзіңіз үшін нені қалайтыныңызды анықтайтын сала. Бұл денсаулық. Сіздің бүгінгі мақсатыңыз 90-95 жас жасау. Медицинаның қазіргідей дәрі-дәрмек, хирургия, медициналық көмек жүйесінің дамыған кезінде денсаулықтың сақтаудың, аурудың алдын алудың, тамақтану жайында мол білім бар уақытта шындығында да қалаған жасыңызды жасай аласыз. Қазір сол жайында ойланатын кез. Өзіңізге сұрақ қойыңыз: мықты денсаулыққа қол жеткізу мен үшін нені білдіреді? Егер менің денсаулығым мықты болса, мен не істеймін? Менің салмағым қанша болды? Дене пішімім, қан қысымым қандай болды? Денсаулық мықты болу үшін не, қалай тамақтану керектігін ойланыңыз. Спортпен шұғылдану қажет пе? Мықты денсаулыққа қол жеткізу үшін немен айналысу қажеттігін ойланыңыз. Бұл сұрақтардың жауабы сіздің болашағыңызды, келешектегі жақсы өміріміздің көріністерін, армандарымыздың көз алдыңызға елестететін боласыз. Төртінші сала: бұл сіздің байлығыңыз, жиған тергеніңізге байланысты не қалайтыныңыз жөнінде қажетті шешімдер қабылдауды қажет ететін сала. Өз қаржыңызға тек өзіңіз жауаптысыз. Үкімет сізге көмектеспейді. Тұрмыстық сақтандыру жүйесінен қаржылық көмек күтудің немесе жоғары мөлшердегі зейнетақыға сенім артудың қажеті жоқ. Сіздің міндетіңіз кейін сізге ешқашан жұмыс істеудің қажеті жоқ болатындай мөлшерде ақша жинау. Бұл сіз мүлдем жұмыс жасамайсыз деген сөз емес. Бұл жұмыс жасайсыз ба, жоқ па, таңдау өзіңізде дегенді білдіреді. Сізде кез келген уақытта зейнетке шыға алатын жеткілікті ақша болуы тиіс. Менің мақсатым 20 жыл. Бұл санды неге айтып отырмын? Көптеген қаржы жоспарлайтын мамандар сіз 85-90 жас жасайсыз, ал зейнетке 65-70 жаста шығасыз дейді. Олай болса ақшаңыздың жететіндігіне көз жеткізіңіз. Сіздің ақшаңыз сізден де артық жасайтын болсын. Бұл үшін не істеу керек? Бұл үшін сіздің ешқандай табысыңыз болмаған жағдайда дәл қазір өмір сүріп жатқандай өмір сүру үшін сізге қанша қажет екенін есептеу. Сіздің тек жинаған ақшаңыз ғана болады. Ол айына $3,000 бола ма, $4,000, $5,000 бола ма, оны өзіңіз анықтаңыз. Ойланып көріңіз, егер сіз жұмыс істеп табыс табуды тоқтатсаңыз, осы жинаған ақшаңызға сіз бұрынғыдай өмір сүре аласыз ба? Тұратын үйіңіздің ақысына, азық-түлікке, саяхаттауға, көлігіңіздің шығындарын өтеуге ол сізді толығымен қамтамасыз ете алады ма? Өзіңізге қажет болатын қаражатты анықтаңыз. Бұл шындығында да өте маңызды мәселе. Көп адамдар бұл қаражат турасында ойлана бермейді. Әрине, бірқатар мәселелерді ескермеуге де болады. Мысалға, сіздің балаларыңыздың өз отбасы бар.
олар өздерін-өздері қамтамасыз ете алады және сіздің ешқандай қарызыңыз жоқ. Мысалға алсақ, сізге айына $5000 қажет делік. Әрі қарай оны 12 айға көбейтеміз. Жылына 60 000 болады. Ал енді сіз зейнетке шыққанға дейін сіздің ақшаңыз өспейді деп есептейік. Сіздің қаражатыңыз инфляциямен бірдей жұмсалып жатыр деп ойлаңыз. Бұл қалыптасқан шартты түрдегі ойлау тәсілі. Біз бұны өзімізді шынықтыру үшін ғана қолданамыз. Сонымен сіз 20 жыл өмір сүресіз. Ол үшін сізге $1,200,000 керек. Одан кейін сіз отырып, осы уақытқа дейін қанша ақша жиналғанын есептейсіз. Сіздің бүгінгі бағаңыз қанша? Оны былайша салыстырсаңыз, мысалы үшін сізді басқа елге 10 жылға жіберді делік. Өзіңізде бардың бәрін сатып түскен ақшаны банкке аударуыңыз керек. Бұл тәсіл сіздің жиһазыңыздың, киім-кешегіңіздің, көлігіңіздің, заттарыңыздың, қозғалмайтын мүліктеріңіздің бағасын есептеуге көмектеседі. Олардың бүгінгі бағасы бұрынғы бағасынан 10-20% ғана құрайтынын біліңіз. Көп адамдар, менде ақша көп, өйткені менде жиһаз көп деп ойлайды. Бұл тіпті де дұрыс емес. Егер сіз барлық заттарыңызды ақшаға айналдырсаңыз, онда соншама көп таба қоймайсыз. Егер де 10-20% тапсаңыз да жаман емес. Соның өзіне жолым болды деп есептей беріңіз. Өзіңіздің банктегі есеп шотыңызды, сақтандыру полисін, акцияларыңызды, жәрдемақыларыңызды ойша ақшаға айналдырыңыз. Сосын есептеп көріңіз. Қанша ақшаңыз бар екен? Аз болғанына шошымай-ақ қойыңыз. Себебі адамдардың көпшілігі кедей қалыпта тіршілік етеді. Көпшілігі айлықтан айлыққа жетіп өмір сүріп жатыр. Неге жетуді қалайтыныңызды жазыңыз. Екінші қадам мақсаттарыңызды жазу. Үлкен адамдардың 3% ғана нақты мақсаттарын жазып қоятындығы белгілі. Жазылған мақсаттары барынша анық, өте дәл есептелген. Сіз өзіңіздің мақсаттарыңызды жазуды ойластырғанда көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Мысалға, сіз тұратын облыстан алыстағы басқа облыста орналасқан зауытқа бір нәрсені жасауға тапсырыс бергенде, ол зауыттағылар сіздің тапсырысыңыздың сызба жобасын пошта арқылы алып, оны іске асыра алатындай болу керек. Басқаша айтқанда, сіздің мақсатыңызды орындап, өзіңізге қайта салып жіберу. Сіз сәлемдемені алып қорапты ашқанда, бұл дәл мен қалағандай екен дейтіндей болу керек. Демек, сіздің мақсаттарыңыз егжей-тегжейлі және дәлме-дәл жазылуы тиіс. Бірінші кезеңде сіз мақсатыңызды армандайсыз. Екінші кезеңде барынша егжей-тегжейлі, өте дәл ойластырып тұжырымдайсыз. Мен бір мысал келтірейін. Әрбір адам өзінің жеке үйінің болғанын қалайды. Біз әйелім екеуміз шағын бір бөлмеде тұрған уақытымызда осыны жиі армандаған едік. Сосын біз үй сатып алдық, кейінірек оны сатуға тура келді. Себебі банкротқа ұшырадық. Одан кейін жалға пәтер алдық. Біз қиялдауымызды тоқтатпадық. Біздің армандаған үйіміз қандай болар екен деп ойладық. Мен осы сұрақтарға ойланып, әрдайым әйелімнен сұрайтынмын. Біз ол үйдің қонақ қабылдайтын үлкен бөлмесі, балалар бөлмесі және арт жағында өте әдемі ауласы болады деп көз алдымызға елестететінбіз. Осының бәрін жазып қою керек деп ұйғардық. Бұл үйімізге қатысты 42 мінездеме жаздық. Әр ай сайын бау-бақшасы бар, жағада салынған, өзіне тән әсемдік жобасы жасалған әдемі үйлердің суреттері бар журналдар сатып алатынбыз. Ол журналдарды қарап отырып, өзіміздің болашақ үйіміздің олардың ішінде қайсысына ұқсағанын қалайтынымызды айтып, ой бөлісетінбіз, талқылайтынбыз. Көп ұзамай біздің өмірімізде бәрі өзгере бастады. Ісіміз оңға басты, кәсібіміз табысты болды. Бізге жақсы ауданнан жақсы бір үй алуға болатынын түсіндік. Бірақ бұл жақсы үй біздің арманымыздағы үй емес екенін білдік. Біз армандап ойластыруды жалғастыра бердік. 3 жыл ішінде біз 150 үйді көріп шықтық, араладық, тыңдадық, іздедік. Ақыры біз талабымызға сай келетін бір үйді таптық. Дәлірек айтқанда, біз сол армандаған үйді таптық. Біз қазір сол үйді аралап серуендеген сайын, оны зерттеген сайын, оның соншалықты әдемі екенін түсінгендей боламыз. Міне, енді бұл үйде біз 19 жылдан бері тұрып келеміз. Сіз мүмкін мұны қалай істеймін дейтін боларсыз. Неге олай ойлайсыз? Кім біледі, істей алмай қалсам деген шегіншектеу дұрыс пікір емес.
дұрысы қажет болса істеймін, істемейтін несі бар деп айту. Айтқанымда, егер сіз жалғыз болсаңыз және өзіңізге ұнайтындай бір өмірлік серік тапқыңыз келсе, отырыңыз да өзіңіздің болашақ жарыңыздың бойынан қандай мінез құлық көргіңіз келетінін жазып шығыңыз. Есіңізде болсын, оның барлық жеке басының қасиетін, оның отбасына, тұрмыс тіршілікке деген көзқарасын, адамдармен қарым-қатынасын түсіну қажет. Осы арқылы сіз өзіңіз деген адамды өзіңізге тартуға көмектесетін бойыңыздағы зор күш-қуатты қозғай аласыз. Бұл жайында біраз бойдақ адамдармен әңгімелескен болатынмын. Олар өздерінің өмірлік серіктерін қалай табу қажет екендігін сұрады. Мен ең алдымен өзіңе мынадай мақсат қою керек. Сен үшін армандаған адам қандай болуы тиіс? Сіз ол кісінің бойынан көргіңіз келетін сипаттамалардың, мінез құлықтарының қандай болу керектігі туралы тізім жасайсыз. Қалағаныңызша сіздің 10, 20, 30 түрлі өлшем бірлік болуы керек, деп жауап бердім. Бірде мен ұзақ уақыт бойы жалғыз тұратын өте ақылды жас қызбен әңгімелестім. Оның кездескен жігіттерімен жолы болмапты. Себебі олар қыздың ойындағы жігітпе сәйкес келмеген. Мен ол қызға армандаған өмірлік серігінің дәл бейнесін жасауға кеңес бердім. 3 күннен кейін менің тізімімнің саны 51 болды. Яғни мен өзім таңдаған адамның бойында сол 51 артықшылықтың болғанын қалаймын дегенді айтты. Кейін мен оны тағы кездестірдім. Ол қыз мүлдем өзгеріп кетіпті. Өзі берген мінездемелерге сай келетін адамды жолықтырғанын мойындады. Бұл мүмкін еместей жағдай болатын. Мәселенің бәрі сонда еді. Бұған дейін ол өзіне қандай адамның керек екенін анықтай алмай жүрген. Өз уақытымда мен де солай істеген едім. Мен өзімнің арманымдағы әйелдің қандай белгілері, мінез құлықтары болу қажеттігін жазып қойдым. Егер сіздің кәсібіңіз болып сізге жәрдемші керек болса, онда сіз қажет болған адамды суреттеп, оның бойынан көргіңіз келетін сипаттарды жазып қойыңыз. Алдыңызға нақты мақсаттар қойыңыз. Сонымен 3-ші қадам өзіңіздің мақсаттарыңызды таразылау. Сіздің мақсаттарыңыз соншалықты айқын және нақты болсын, тіпті оған жеткеніңізде не жетпегеніңізді жас баланың өзі ажырата алатындай болу керек. Мен мұны неге айтып отырмын? Себебі кейбір кісілер мақсаттарын былайша сипаттаған. Менің бай болғым келеді, менің атақты болғым келеді, менің бақытты болғым келеді, менің жер дүниені саяхаттағым келеді, маған үй керек, маған көлік керек. Бұл мақсат емес, бұл қиял, бұл армандар. Бұл бірақ мақсат емес. Арман – ол қуатты ағынның жоқ мақсат. Бұл бос оқтармен атқылаған сияқты нәрсе. 90% адамдар ешқандай пайдасыз нәтижесіз өмір сүріп келеді. Бәріне ортақ бір себеп, олар біздің мақсатымыз бар деп ойлайды. Ал шындығына келгенде оларды арманнан басқа ештеңе де жоқ. Өз мақсаттарыңызды таразылаңыздар. Мен сіздерге өзіңіздің өміріңізді өзгертетін мақсат қою үшін жаттығу ұсына аламын. Мұны мен 25 жыл бұрын өзім жаттыққанмын. Бастапқыда мен оған сенімсіздікпен қарадым. Бірақ сонда да болса көрейін дедім. Оны бастауға да 1 айдай уақыт кетті. Бұл жаттығудың менің өмірімді өзгерткені соншалықты, тіпті мен солай боларын күтпедім де. Осы жаттығуда мен ұсынған адамдардың барлығы да, шынында да бұл күшті әдіс, оның соңынан өмірімізде өзгеріс болады деп келіскендерін талай мәрте білдірген. Сонымен ол жаттығу мынау. Қолыңызға таза қағаз алыңыз. Ең жоғарғы жағына сіз мақсат деген сөзді және бүгінгі күнгі датаны көрсетіңіз. Одан кейін жақын жылдардың ішінде жеткіңіз келетін кем дегенде 10 мақсатты тізіп шығыңыз. Мақсаттарды 3 шартты ескере отырып жазу қажет. Бірінші шарт, сіз оларды дәл қазір орындалғандай осы шақпен жазасыз. Менің байығым келеді деп емес, мен 1 жылдың ішінде осынша қаржы таптым деп жазыңыз. Мен көп ақша табамын дегеннің орнына, мен айына бірнеше мың доллар тауып жүрмін деп қойыңыз. Мен темекіні тастаймын деп емес, мен темекі тартпаймын деп жазыңыз. Айтқанда, сіз мақсаттарды олар жүзеге асқанда етіп жазыңыз. Мысалға, мен жақсы көретін адаммен бірге өмір сүріп жатырмын. Біздің қарым-қатынасымыздай, ойдағыдай мен бақыттымын. Үшінші шартқа ауысайық. Сіз мақсаттарыңызды нақтырақ жазуыңыз қажет.
Сіз «мен көлік сатып алдым» деп жазбайсыз. Мен жаңа модельді ВМВ-ның 6-шы топтамасын сатып алдым деп жазасыз. Мен арықтадым деп емес, менің салмағым мұнша келі деп жазуыңыз керек. Мен байыдым дегеннің орнына менің осыншама немесе миллион долларым бар деп жазған дұрыс болады. Сонымен, үшінші шарт, дербес мақсат құрыңыз. Қай кезде де мақсатты жазған уақытта мен деген сөзді қолданыңыз. Мен мұнша ақшаны мына күнге дейін табамын. Менің салмағым мынадай. Мен жылына отбасымен мұнша күнге бірге боламын. Мен сатамын. Мен табыс табамын. Мен сақтап қоямын. Мен жетемін. Кез келген мақсатта жазғанда мен етістік әрекет. Бұл бұйрық сіздің бүкіл ой-санаңыздың мүмкіншілігін қозғалысқа келтіреді. Сонымен сіз ол мақсаттан тұратын тізім жасайсыз. Одан да көбірек жазуыңызға болады. Сіздің ақыл-ойыңыздың 15 мақсатпен бір уақытта жұмыс істеуге қабілеті жетеді. Мен ұсынған мақсаттардың ұтымды саны 10. Сізге бөгет болатын кедергілерді тауып, оны жөнге келтіріңіз. Мақсаттарыңызды жазып, нені қалайтыныңызды нақты сипаттағаннан кейін келесі 4-ші қадамға ауысуға болады. 4-ші кезеңде сіз мақсатқа жету үшін қандай кедергілерден өтуге тура келетінін шешуіңіз керек. Сұрақтарға жауап беруден бастаңыз. Неге мен әлі мақсатыма бет бұрмадым? Неге мен әлі мақсатыма жетпедім? Егер сіздің алдыңызда қаржылық мақсат тұрса, өзіңізден неге мен жеткілікті ақша таппаймын деп сұраңыз. Мойындау керек, әлемде өз күштерімен табысқа жеткен сансыз көп миллионерлер бар. Олар ешқашан жылына 30-40 мың доллардан артық табыс тапқан емес. Сонда да олар миллионер бола алады. Мүмкін мәселе сіздің аз табыс тапқаныңыздан емес, керісінше тапқаныңыздың бәрін жұмсап жіберетіндіктен болар. Кім біледі, тіпті тапқаныңыздан да артық жұмсайтын шығарсыз. Мұндай жағдайда адамдарға жиі кедергілер келтіреді. Миллионерлердің өмір бойы өздерінің табыстарының орташа есеппен 15-20% алып жинап қоятынын сіз білесіз бе? Олар өздерінің тұрмыс тіршілігін қалған 80-85% ақшаға өмір сүруге бейімдеп алады. Ең болмағанда жинап қоюды 1%-дан бастауға да болады. Қалған 99%-ға да өмір сүруге қашан үйренесіз? Сол кезде жинап қоюды 2%-ға арттырып, 98%-ға өмір сүріңіз. Тапқан табысыңыздан азырақ ақшаға өмір сүруге өзіңізді дағдыландырыңыз. Соңында 1-2 жылда табысыңыздың 15-20%-ын алып жинап қоятын боласыз. Бұл шын мәнінде сіздің өміріңізге әсер етеді. Сіздің банктегі есепшотыңыз өседі. Сіздің өзіңізде деген сеніміңіз артады. Көп ұзамай сіз өз бойыңыздан адам сенгісіз құдірет күшті сезінесіз. Ақша сіздің алдыңыздан шексіз мүмкіншіліктерді ашады. Сосын оларды сіз кез келген бастамаларға сала аласыз. 1 жылдан кейін, 5-10 жылдан кейін сіз шын мәнінде де жақсы қаржылық жағдайға жеткенде адамдар «Жігіт, шыныңда да сенің жолың болды» деп айтады. Бірақ бұл жай ғана жолы болды деуге келмейді. Сіз бен мақсатыңыздың арасында тұрған қандай кедергілер бар? Мен айтқалы отырған қағида кедергі теориясы деп аталады. Кедергі болатын себепті анықтау керек. Дөңгелектің арасына тұрып қалған негізгі таяқты табыңыз. Бәрінен де күштірек тежеп тұрған не екенін түсінуге тырысыңыз. Мақсатқа жету жолындағы жүріп келе жатқан жылдамдықтың негізгі реттегішінің не екенін түсінуге тырысу керек. Мен барлық кедергілердің 80%-ына адамның өзінің ішіне екенін таптым. Тек 20% ғана сыртқы жағдайларға байланысты. Қарапайым адамдар не істейді? Олар өз бастарында қиыншылыққа әрдайым сырттағы біреулерді кінәлайды. Басқалардан озып шыққан адамдар не істейді? Ол адамдар өз жан дүниесіне қарап сосын менің ішімде мені жібермей тұрған не нәрсе деп сұрайды. Мүмкін сіз өзіңізді тәртіпке келтіру үшін, өз уақытыңызды дұрыс пайдалану үшін белгілі бір қабілетке мұқтаж шығарсыз. Мүмкін сізге көбірек күш-қуат керек, немесе өмірде басқа нәрселерге әдеттену қажет болар. Мүмкін көбірек жұмыс істеу қажет шығар, немесе көбірек ойыңызға жинақтау керек болар. Мақсатқа жету жолында сізді тежеп тұрған не нәрсе? Мақсатқа жету жолында кедергі болатын нәрселердің 80%-ы сіздің өзіңізде. Олар сіздің қадағалауыңызда. Өзіңізге бөгет болатын барлық кедергілерді анықтаңыз және олардың сізге бәрінен көбірек қолбайлау болатын негізсіз табыңыз. Осының бәрін анықтап алғаннан кейін толығымен
осы кедергілерді туғызатын себептерге назар аударыңыз. Бұл ашуды қажет ететін құлып. Құлыптың ашылуына жолыңызға бөгет болатын кедергілердің жоғалуына қол жеткізіңіз. Өмірде нені біліп, нені жасай алу керектігін шешіңіз. Өзіңіздің мақсатыңызға жету үшін, бұрын жетіп көрмеген нәрсеге қол жеткізу үшін сізге бұрын болып көрмеген адам болу қажет. Үйренген өнеріңіздің қайсысын дамытып мақсатқа жету үшін көбірек пайдасы тиеді. Өзіңізді қай бағытта жетілдіруіңіз керек? Сіздің өміріңізге ең маңызды да жақсы әсер ететін не нәрсе? Біз сіздің өміріңіздің барлық саласында да сіз нені нашар біліп, нені жақсы жасай алмайтын болсаңыз, сол нәрсе үнемі табысқа жетуіңізге бөгет болатынын таптық. Сіздің ең әлсіз дағдыңыз шеберлігіңізді шыңдамағаныңыз. Бұл мақсатқа жету жолында тежейтін ең негізгі кедергі. Қайсы бір қабілеттің жоқтығы сізді артқа тартатын болса, бар күшіңізді сол қабілетті жетілдіруге жинақтауыңыз қажет. Ол нәрсе жоспарлау ма, ұйымдастыру ма, қарым-қатынас па, пайдалы пікір таластыру ма, әлде келіссөз жүргізу ма, бәрібір. Сіз ең алдымен осыны үйренуіңіз керек. Қажет болса бәрін де үйренуге болады. Өзіңізден сұраңыз, мақсатыма жету үшін қандай маңызды білім мен шеберлік қажет? Әрине, сіз білетін шығарсыз, кез келген салада да кәсіби маман болу үшін, мейлі ол сауда болсын, мейлі ол механика немесе нейрохирургия болсын, сол салада кем дегенде 7 жыл бар ынтамен еңбек ету қажет болады. Алдыңғы қатардағы 10%-дің ішіне кіру үшін 7 жыл қажет. 7 жылдан кейін сіз осы 10%-ның ішіне кіріп, дүниедегі ең жоғарғы айлықты алатын адамдардың бірі боласыз. Әрине, бұл жол сіздің бұдан да көбірек уақытыңызды алуы мүмкін. Өзіңізді жетілдіру бастайтын уақыттың келгенін сезінген уақытта сізге көмегі тиетін бойыңыздағы қажетті қабілеттілерді жетілдіру бастау керек. Содан кейін бір істе шеберлікке жеткен соң сіз өзіңізге сол сұрақты қоясыз. Ал маған еді нені үйрену керек? Осылайша сіз өміріңізді өз бетіңізше жоспарлап бағыт беріп отырасыз. Өміріңіздің ақырына дейін сізге барынша көмегі тиетін қабілеттеріңізді шыңдауды жалғастыра бересіз. Және жоспар құрып, оны жазып, онымен күнделікті жұмыс істеп отырасыз. Егер сіз онысыны істейтін болсаңыз, онда барған сайын мақсатыңызға жетуге жақындап қалғаныңызды сезінесіз. Жақсы күндердің бірінде сіз бұл өнерді толық меңгеріп алғаныңызды түсінесіз. Бұдан кейін сіз оны жиі-жиі қолданатын боласыз және әр қолданған сайын соғұрлым аз күш жұмсамайсыз. Кейбір адамдардың көп нәрсеге қол жеткізгендігінің себебі де осында. Олар өздерінің қабілеттерін шыңдап отырады. Әрине, бұл оларға оңайлықпен келмейді. Сонда да олар бар ынтасымен жұмыс жасайды. Олар барған сайын табысты бола түседі. Және олар аз уақыттың ішінде көп нәтижелерге қол жеткізеді. Сіз де солай жасай аласыз. Қарым-қатынас жасайтын адамдарды таңдаңыз. Мақсаттарыңызға жету үшін сізге кімдермен бірге жұмыс істеуге тура келеді? Кімдердің жәрдеміне мұқтажсыз? Ең алдымен сіздің жұмысыңыз отбасы мүшелеріне қалай әсер ететінін анықтаңыз. Шынында да сізге табысқа жету үшін күні-түні тынбай жұмыс істеу қажет болады. Кейде мұндай тығыз жұмыс кестесін бірнеше ай бойына шыдау қажет болады. Мұны отбасы мүшелерін алдын ала түсіндіру маңызды. Өзіңіздің не істеп жатқаныңызды және оны не үшін істеп жатқандарыңызды олар білуі керек. Сізге барлық кедергілерден өткенге дейін олардың жәрдемі және қолдауы қажет болады. Одан кейін де сізге көбірек уақытыңызды олармен бірге өткізуге мүмкіндік тиеді. Мысалы, ұзағырақ демалыс алуыңызға болады, тағы сол сияқты. Қандай бастықпен жұмыс істегіңіз келетінін анықтаңыз және өзіңіздің жұмыс тобыңызда қандай адамдардың болғанын қалайсыз. Егер сіз кәсіпкерлікпен айналысатын болсаңыз, өзіңізге қажет болған тұтынушыларыңызды анықтап алыңыз. Питер Дракер кәсіпкерліктің ең пайдалы тұсы ол тұтынушы деп есептейді. Кәсіптің негізгі мақсаты солардың талабын қанағаттандыру. Егер сіз қаржы тұрғысынан айтарлықтай нәтижеге қол жеткізгіңіз келсе, сіз көптеген тұтынушыларыңызды қанағаттандыру қажет болады. Бірінші кезекте ол қандай тұтынушылар екенін анықтау. Олар кімдер деген сұраққа жауап беріңіз. Сізге ол тұтынушыларды қанағаттандыруға
басқа бәсекелестеріңізге қарағанда барынша артығырақ бар жан дүниеңізді, бар мүмкіндігіңізді салуыңыз қажет. Ойланыңыз, басқа адамдардың өмірін және жұмысын жақсарту үшін сіз қандай көмек жасай аласыз? Басқалардың қалаған мақсаттарына жетуіне жәрдем беруіңіз арқылы сіз өмірден қалағандарыңыздың бәрін ала аласыз. Сонымен сізге кімнің жәрдемі және кімнің бірге жұмыс жасауы қажет? Осы адамдардың тізімін жасаңыз және өзіңізден сұраңыз, олардың жәрдеміне лайық болу үшін мен не істей аламын? Олардың маған барлық жағынан да көмектескілері келуі үшін мен не істей аламын? Жұмысыңыздың маңызды жақтарын анықтаңыз. Мұның алдында біз алда тұрған жұмыстардың тізімін жасаудың қаншалықты маңызды екенін айтқан болатынбыз. 7-ші қадамда сіздің тізіміңізді реттеу керек. Мұны екі түрлі әдіспен жасауға болады. Бірінші қағида кезегіне қарай, екінші қағида маңыздылығына қарай. Сіз өз тізіміңізді бірінші қағида кезегіне қарай реттейсіз, яғни кезеңге бөліп жазасыз. Бірінші нені істеуіңіз керек, содан кейін не істеу қажет, үшінші кезекке нені қоюы тиіс. Әр кезеде ең алдымен қолға алу қажет болатын бір нәрсе бар. Алдыңызға мақсат қойғанда немесе оны іске асыра бастағанда ең әуелі нені істеу керек екенін таңдап алыңыз. Осылайша міндеттемелерді арнаулы бір тәртіппен жазыңыз. Әр кезеңде не істеу керектігін көрсетіңіз. Жұмысыңыздың маңызды жақтарын анықтаңыз. Мұның алдында біз алда тұрған жұмыстардың тізімін жасаудың қаншалықты маңызды екенін айтқан болатынбыз. 7-ші қадамда сіздің тізіміңізді реттеу керек. Мұның екі түрлі әдіспен жасауға болады. Бірінші қағида кезегіне қарай, екінші қағида маңыздылығына қарай. Сіз өз тізіміңізді бірінші қағида кезегіне қарай реттейсіз, яғни кезеңге бөліп жазасыз. Бірінші нені істеуіңіз керек, содан кейін не істеу керек, үшінші кезекке нені қоюы тиіс. Әр кездеде ең алдымен қолға алу қажет болатын бір нәрсе бар. Алдыңызға мақсат қойғанда немесе оны іске асыра бастағанда ең әуелі не істеу керек екенін таңдап алыңыз. Осылайша міндеттемелерді арнаулы бір тәртіппен жазыңыз, әр кезеңде не істеу керектігін көрсетіңіз. Мен сіздерге ғибратты бір оқиғаны айтып берейін. Біздің семинарымызда бір жігіт болды. 30 жасында ол табысты кәсіпті құрған болатын. Ол өзінің кәсібін сатып 1 жылға саяхаттауды ойлайды. Бірақ кәсіпті қалай сату керектігін білмейтін. Осы мақсатпен бар уақыты кетеді. Соңында сата алмайды. Менің семинарымда болған біреу, мәселенің бәрі сенің кәсіпті сату жөнінде ештеңе білмейтіндігінде. Сен бұл тақырыпқа байланысты ештеңе де оқымағансың деді. Үзілісте ол көшеге шығып, жолдың келесі бетіндегі кітап дүкеніне барып, өз кәсібіңді қалай сатуға болады деген кітапты сатып алады. Ол қайтып келіп, кітапты басынан аяғына дейін оқып шықты. 60 күннен кейін ол өзінің кәсібін сатып, барлық қажетті рәсімдерін туралап, әлемдік саяхатқа кетті. Бұл шындығында да таңғаларлық жағдай. Ең дұрысы, оған өзінің кәсібін сатуды ұйғарғаннан кейін алдымен өз кәсібіңді қалай сатуға болады деген кітапты сатып алу керек болатын. Кейде сенің өміріңді өзгертетін нәрселер өте қарапайым және көзге барынша көрініп те тұрады. Сонымен ең алдымен өзіңіздің тізіміңізді кезек қағидасымен тәртіпке келтіріңіз. Сосын артықшылық қағидасымен, яғни қайсысы маңыздырақ, сосын қайсысының маңыздылығы аздау екендігі тұрғысына реттейсіз. Өзіңізге әр күнге қандай міндеттемелер қою керектігін анықтаңыз. Әр күнді осы міндеттемелерді орындаудан бастаңыз. Әуелі сол күннің ең маңызды міндеттемесін таңдап алып, сосын содан бастау керек. Сол күні сізге не істеу керек, соның бәрін тізімге түсіріңіз. Бұдан кейін, егер менде осы тізімдегі тапсырмалардың біреуі ғана орындау мүмкіндігі болып, одан кейін мені қаладан басқа жаққа бір айға шақырып алып кетсе, мына міндеттемелердің қайсысын таңдар едім деп өзіңізден сұраңыз. Сол міндеттеменің тұсына 1 деген белгі санын қойыңыз. Сосын өзіңізге айтыңыз. Егер менде қалаға кетер алдында осы тізімдегі міндеттемелердің екеуін ғана орындайтын мүмкіндік болса, қайсысын таңдар едім? Одан кейін осы қағиданы басшылыққа ала отырып, маңыздылығына қарай 3-ші, 4-ші міндетті таңдаңыз. Алғашқы ең маңызды 7 міндетті ретке қоюдың үлкен маңызы бар. Таңертең істейтін бірінші жұмысыңыз бірінші міндетті орындауға кірісу. Атқарылу қажет болған міндеттердің тізімін жасағанда 20-80 ережесін ескеруіңіз керек.
Атқарған жұмыстарыңыздың 20%-ын 80%-ы ғана жалпы нәтиже әсер ететін күші болады. Кейде тізімдегі бір мәселенің басқа барлық мәселелерден де маңызды болып шығуы мүмкін. Шынайы өмірде бұл шындық емес дейтін адамдардың басым көпшілігі ұсақ түйектен бастайды да, олардың сол нәрсеге көп күштері кетіп қалады. Олар шындығдан да өмірлеріне өзгеріс әкеліп, жағдайларын өзгертетін маңызды нәрселерге назар салудың орнына түкке тұрмайтын нәрселерге көңіл аударады. Кейде сіз шын мәнінде бір ғаламат және маңызды нәрсеге жасасаңыз, бұл мақсатқа жету жолында үлкен қадам жасауға көмектеседі. Тағы да жақсылап бір ойланып алып анықтаңыз. Жазғандарыңыздың қайсысы маңыздырақ және қайсысын бірінші кезекте орындау керек. Өзіңіздің әрекетіңізді мұқият жоспарлаңыз. Келесі кезең жоспар жасау. Жоспар бұл реттелген тізім, қадамыңды есептеу. Сіздің бірінші қадамыңыз қандай болу керек? Екінші қадамда не істейсіз? Үшіншіге ше? Жоспарды мұқият іске асыра отырып, ең соңында, егер сіз онымен бақылау жұмыс сияқты жұмыс жасап отырсаңыз, сіз өзіңіз жасаймын деп ойламаған нәтижелерге қол жеткізесіз. Өзім де жоспарларым арқылы миллиондаған жоспарларды нөлден бастап, тез арада іске асыра алғаныма шексіз таңғалған кездерім болды. Кейде мен жарты жылдың ішінде адам айтқысыз нәтижелерге қол жеткіздім. Егер сізде арнайы жоспар болмаса, онда жағдайыңыз бір жерден екінші жерге ауысып, анадан азғантай, мынадан азғантай бірдеме істейсіз, сосын бастапқыға қайтып келіп, тағы бірдеме істеп көресіз. Осылайша шексіз жалғаса береді. Өзіңіздің тізіміңізді қадамға айналдырыңыз. Сіздің мақсатыңыз бар, сіздің нені қалайтыныңыз жөнінде нақты ойыңыз айқын. Одан бөлек, сол мақсаттарға жететін жоспарыңыз болуы шарт. Егер сіз мұны қолға алатын болсаңыз, онда табысқа жетуіңізге 1000%-ға мүмкіндікті арттырасыз. Сіз өзіңізді 10 есе көтересіз. Адамдар, мұның бәрі бос сөз. Шындығында мақсатқа жетуде шешуші нәрсе себептің болуы, басқа ештеңе емес деп жатады. Ал мен мақсатыңды жазып, тәртіптелген жоспар жасап, өзіңіздің мақсаттарыңызға жету мүмкіндігіңізді 10 есе көбейтуге болады деп айтамын. 1-2 жыл бұрын адамдар жаңа жылдың қарсаңында өздерінің болашағына қатысты қандай міндеттемелер қоятыны жөнінде зерттеу жұмысын оқыдым. Социологтар адамдардан жаңа жылдық шешімдер қабылдайсыз ба, жоқ па деп сұраған. Барлығы дерлік қабылдаймыз деп жауап берген. Екінші сұрақ былай болған: осы қабылдаған шешімдеріңізді жазасыздар ма? Жауап бергендер 2 топқа бөледі. Бірінші топ шешім қабылдап, сосын оны жазғандар. Екінші топ шешім қабылдап, бірақ оны жазбағандар. Кейін жылдың соңында осы мәлімет берушілерден қайтадан сұрақ алған. Мынау соның нәтиже көрсеткіштері. Шешім қабылдап, бірақ оны жазбаған адамдардың арасында 4% ғана бұл жыл табысты болды деп айтқан. Ал шешім қабылдап, оны бір қағазға болса да жазғандардың 46%-ның өздерінің қабылдаған шешімдерін орындауды аяғына дейін жеткізген. 46% бен 4%-ның айырмашылығы 11 есе артық. Сіздің жетістігіңіздің деңгейі 11 есе артады. Жалғыз-ақ айырмашылығы екінші топтың: мен салмақ тастауға бекіндім, ақша жинаймын, көбірек шынығамын, отбасыма көбірек уақыт бөлемін деп жазуға 2-3 минутын бөлгені ғана. Олар мұны жай ғана жаза салды. Есесіне жылдың аяғына өздерінің жазған мақсаттарының көпшілігін соңына дейін жеткізе алғандарына таң қалды. Егжей-тегжейлі жоспар құрып жатып, сіз түсінікті түрде анықтаңыз. Бірінші кезекте не істейсіз, екінші кезекте не істейсіз, үшінші, төртінші кезекте. Осылайша аяғына дейін жазып шығасыз. Содан кейін сіз әр қадам сайын жүріп отырып, бүкіл өміріңізді жоспарлауды бастайсыз. Сіз алдын ала бір жылыңызды жоспарлайсыз, алдын ала әр айыңызды, әр аптаңызды, сосын әр күніңізді жоспарлайсыз. 6 сөзден тұратын ереже бар. Алдын ала дұрыс жоспарлау жаман өндірістің алдын алады. Біз осы ережені қолданған адамдардың жоспар жасамайтын адамдардан бірнеше есе артық өндіретінін байқадық. Сіздің алдағы жылға арналған нақты жазылған жоспарыңыз бар. Сосын сіз оны 12 бөлікке бөліп, әр ай басында, мысалы мына салаларда: кәсіп, қаражат, іс-әрекет, белсенділігі, отбасы, саяхат, тағы басқа не істейтініңізді шешесіз. Сосын сіз жоспарыңызды апталарға бөлесіз. Келесі аптаның жоспарын осы аптада құрасыз, әдетте сенбі не жексенбі күндері. Сол сияқты сіз әр күн бұрын жоспар құрасыз.
ертеңгі күннің жоспарын бір күн бұрын түнде жасаған дұрысырақ болады. Сонымен сіз әр күннің, әр аптаның, әр айдың жоспарын алдын ала жасайсыз. Алдын ала жоспар жасағанның есесі немен қайтады? Жоспар жасауға кеткен әрбір минут міндеттемелерді орындау кезінде 10 минут уақыт үндемей деген ереже бар. Демек, пайдасын шығару деңгейі 10-1. Тиімді уақытқа жоспар жасау сіздің өндірістік қуатыңызды 10 есе арттырады. Адамдар, менің жоспар құруға уақытым жоқ, менің бір әрекетті жасауға дайындалып жататын уақытым жоқ, бірақ оны атқаруға уақытым бар деп жатады. Таң қаларлық жайт, қаншама адамдардың өмір босқа өтуде. Егер олардың әр күнге, әр аптаға, әр айға, әр жылға, бүкіл өміріне арналған өте нақты жазылған жоспарлар болып, олар соны орындап болса, ойға келмеген нәрселерді істеуге болады. Ал олар болса, өмір бойы бір жерде айналып жүреді де қояды. Көз алдарыңызға елестетіп көріңізші, мен сізге $100,000 сыйлық ұсынайын. Сіздің қолыңыздан келетіні бар болғаны өз қалаңыздан қызғылт үйде тауып, есігін қағып кіріп, қонақ бөлмедегі диванның астының ішінде $100,000 бар конвертті алу ғана. Конвертті алардан бұрын ол үйдің мекен жайын сұрайсыз. Мен болсам, жоқ, мен мекен жайды айтпаймын. Осы үлкен қаланы айналып, аралап жүре бересің. Ол үй алдыңнан шығады, деймін. Сізді толып жатқан сұрақтарыңыз болады. Әрине, ол үй өте алыста ма? Оған алып баратын карта немесе жол көрсетуші бар ма? Ол үйдің сыртында не бар, ішінде не бар? Бұл үлкен қалада мыңдаған қызғылт үйлер бар. Мен, қам жеме, жай ғана бар да оны тауып алуға тырыс деп айтамын. Өзіңізге керек болған үйді тауып алуға сіздің қанша уақытыңыз кетеді? Жауап: бүкіл өмірің. Көпшілік адамдардың мақсатқа жетуіне қанша уақыт кетті? Бүкіл өмірі, тіпті олар көбінесе оған жетпейді де. Себебі бағыты анық емес және мекен жайы жоқ. Егер сіздің нақты жазылған мақсат пен міндеттемелеріңіз болса, онда сіздің желкендеріңіз дұрыс қойылған және сіз қатаң берілген бағытта жүзетін боласыз. Ескі бір мәтел бар. Егер сіздің мақсатыңыз болмаса, сіз ескегі жоқ кеме сияқтысыз. Еш уақытта жағаға жете алмайсыз. Егер сіз арасында үзіліс жасасаңыз, онда жұмысқа қайтып келуге, қай жерге келгеніңізді білу үшін ойыңызды жинақтауға көп мөлшерде уақыт жоғалтсаңыз, мұның бәрі сіз ойлағанда көбірек уақыт алады. Сіз бір нәрсені істеуді тоқтатып, кейін қайтып жалғастыратын болсаңыз, бұл үшін ойыңызды жаңғыртып, кей жерге келіп тоқтағаныңызды еске түсіруіңізге тура келеді. Жұмысқа қайта бейімделуіңіз қажет. Ең негізгі нәрсеге көңіл аударыңыз. Мұның алдында сіз 10 мақсатты жазған едіңіз. Енді өзіңізге, егер осы тізімде белгіленген 10 мақсаттың біреуіне ғана жете алатын мүмкіндігім болса, қайсысын таңдар едім? Дәл қазір менің өміріме барынша күшті, жақсы жағынан әсер ететін не нәрсе? Дегендей сұрақтарды қойыңыз. Міне, осы сұрақтар ең маңыздылары саналады. Бірде Наполеон Хилл адамның өмірі өзінің қай мақсаты негізгі және айрықша екенін анықтаған кезде ғана ұлық болады деген екен. Сіз өзіңіз үшін ең маңызды мақсатты анықтағанда, сол арқылы бүкіл өмір бойы не нәрсеге барынша талпынатыныңызды анықтайсыз. Өзіңізді қойылған тапсырмаға 100% беріліп жұмыс істеуге үйретіңіз. Сіз өзіңізден, менің тізімімде көрсетілген барлық тапсырмалардың қайсысы барынша маңызды және бағалы? Олардың қайсысы менің өмірімді шын мәнінде өзгертеді? Менің негізгі мақсатыма жетуіме не нәрсенің көбірек септігі тиеді деп сұраңыз. Сөйтіп, сіз нөмірі 1 тапсырмамен жұмыс істеуді бастайсыз. Ақырына жеткенде дейін ол тапсырмамен күні бойы жұмыс істеуге өзіңізді үйретіңіз. Адамдар, ал егер басқа мәселелер шығып қалса ше, негізгі тапсырманы уақытша қоя тұруға бола ма деп сұрайды. Амал жоқ, оны уақытша қоя тұруға тура келеді. Бірақ кейін дереу оған қайтып келуіңіз керек. Есіңізде болсын, бұл сіздің ең негізгі міндеттемеңіз, сондықтан уақытты жоғалтпаңыз. Егер сіз өзіңізді үнемі негізгі тапсырмаға қайтып келуге күштеп отырсаңыз, онда сіз негізгі тапсырманы кейінге қалдырып, міндеттемелердің бірінің артықшылығын өзгертіп, маңызды нәрседен түкке тұрмайтын нәрсеге ауысып, сосын алдыңғысына қайтып келіп, осылайша шексіз әрі-бері қайталаумен өмірі өтетін адамдардың 5-10 есе артық жасай аласыз. Екінші жаттығу. Мен сізге бір жаттығу бергім келеді. Ол өте қарапайым және жылдам әдіс. Оны бүгінгі тіпті қазір осы бетті оқып біте салысымен қолданып көруіңізге болады.
Өзіңізге бүгінгі күнгі менің ең маңызды 3 мақсатым қандай деп сұрақ қойыңыз да оған тез арада 30 секундтың ішінде жауабыңызды жазыңыз. Бұл жаттығудың өзіңіздің жұбайыңызға, балаларыңызға ұсынып көріңіз. Біз егер адамның ойлануына 30 секунд берілсе, оның жауабы 30 минут не 3 сағат ойланған адамның жауабымен бірдей болатын байқадық. Егер сіз мақсатыңызды қысқаша тұжырымдағыңыз келсе, онда сұрақты былайша қоюға болады. Мансап пен пайданы өсіру тұрғысынан менің ең маңызды 3 мақсатым қайсысы? Менің ең маңызды отбасылық 3 мақсатым қандай? Менің денсаулыққа байланысты ең маңызды 3 мақсатым қандай? Менің қаржыға байланысты ең маңызды 3 мақсатым қандай? Өзіңіздің жауаптарыңызды, мақсаттарыңызды жазыңыз. Сіз өзіңіздің мақсаттарыңыздың, шынайы мақсаттарыңыздың көрінісін шұғыл түрде суретке түсіріп алғандай боласыз. Адамдардың көпшілігі мақсат туралы айтқанда өздерінің жауаптарына ерекше таңырқайды. Бір әйел менің семинарыма келіп көзіне жас алып айтқаны: мені ақшалаңдатпайды, мені тек адамдар ғана қызықтырады. Мені өмір қызықтырады, маған сүйіспеншілік маңызды, маған маңыздысы бақыт. Мені ақша мүлде қызықтырмайды. Сосын мен ол әйелге және басқа да қатысушыларға мақсат қоюға байланысты жаттығу ұсындым. Ол әйел маған үзіліс кезінде жолығып: сіздің әрбір қойған сұрағыңызға мен ақша деп жауап бердім. Мен өзімді алдаған екенмін, мен енді ғана түсіндім. Менде жеткілікті ақша болған кезде ғана мен өзімнің қалағанымды орындауға қол жеткізе аламын. Маған қаражат мәселесіне қатысты шыңдап ойлану қажет екен. Тек солай ғана мен өз өмірімді өзгерте алады екенмін деді. Сіз бұл жаттығуды орындадыңыз. Енді сіз өміріңіздің әр саласының төңірегінде нені қалайтыныңызды дәл және анық елестете аласыз. Мақсатқа жету тәсілі. Сіздің негізгі мақсатыңыз сіздің өміріңізді ретке келтіруге мүмкіндік беретін орталық нүкте қағидасы болады. Сіз 10 мақсаттан тұратын тізім құрып, оның ең маңызды біреуін таңдап алғаннан кейін, осы мақсат сіздің барлық қызметіңіздің бастапқы нүктесі болады. Осы мақсат турасында сіз жұмыс жасап және әрдайым таңертең тұрғанда есіңізге түсіресіз. Сіз ол туралы күні бойы ойланасыз және айтасыз. Кешке қарай көз алдыңызға елестетесіз, армандайсыз. Бұдан кейін сіз мұның алдына айтқанымыздай мақсат қоюға қатысты жаттығу жасайсыз. Сіз бәрін жазасыз және мақсатыңызды өте дәл, бүге-шігесіне дейін нақты етесіз. Сіз жоспар құрасыз. Мақсаттың орындалу уақытын, сондай-ақ қажет болса екі арадағы кезеңді де белгілейсіз. Есіңізде болсын, мүмкін емес мақсат деген түсінік жоқ. Тек мүмкін емес мерзім бар. Егер сіздің мақсатыңыз белгілі бір мөлшердегі ақшаны табу болса, оның мөлшеріне уақытша шек қойыңыз. Белгіленген мерзім аяқталғанда қажетті мөлшердегі ақша сіздің шотыңызда жату керек. Адамдар кейде: ал егер сіз оны көрсетілген уақыт ішінде табылмасаңыз не болады деп сұрайды. Онда сіз басқа мерзім қоясыз, оны өзгертуге де болады. Кейде сіз бір нәтижеге ертерек қол жеткізесіз, кейде кешігіп жетесіз. Сонда да болса өзіңізге бір мерзім белгілеңіз. Ең маңыздысы, мақсатқа жету жолында сізге өтуге тура келетін кедергілерді анықтау керек. Өзіңізден шын мәнінде табысқа жету жолында бөгет болып артқа тартып тұрған не деп сұраңыз. Өз ішіңізге үңіліп негізгі кедергілерді салыстырыңыз. Қай кедергіні жою сіздің кәсібіңізге барынша күшті жағымды әсерін тигізеді. Осыдан кейін сіз өзіңізге қажет болатын және өзіңізге басқа нәрселерден көбірек көмегі тиетін білім мен шеберлікті анықтайсыз. Сізге қандай білім керек болады, қандай өнерді үйрену қажет болады. Мақсатыңызға жету үшін сізге қай салада өзіңізді жетілдіру қажет. Табысқа жетудің әмбебап қағидасы бар. Қозғаушы күш немесе мақсаттың қозғаушы күші деген қағида. Осы қағида бойынша қозғалысты бастау, бірінші қадам жасау өте қиын. Сонда да болса сіз бастап қойған болсаңыз, онда қозғалысты әрі қарай жалғастыру көп жеңілірек болады. Болашақты көру арқылы мақсатыма жеттім деп ойланыңыз. Сіздің ойыңыздағы көріністерді іске асыру үшін адамның сана сезімінде сіздің өміріңізді үлестіріп отыратын бір қабілет бар. Егер сіз санаңызда нақты өзіңіз болғыңыз келген, өзіңіз айналысқыңыз келген, өзіңіз иеленгіңіз келген бір жаңа бейнені өсіріп шығарсаңыз, сіздің ақыл ойыңыз соның бәрін осы өмірде іске асыру үшін жұмыс істей бастайды. Сіздің санаңыз тәулігіне 24 сағат бойына жұмыс істеу үшін осы бейнені сана сезімде өткізеді. Біздің жаңалығымыздың қорытындысы мынада. Сізде қол жеткізгіңіз немесе мақсатқа байланысты және айқындылық неғұрлым көп болса,
соғұрлым оған тез жетесіз. Сіз мақсатыңызға қарай неғұрлым тез қозғала бастаған сайын, соғұрлым сіздің мақсатыңыз да сізге қарай қозғала бастайды. Екінші жағынан, сіздің мақсатыңыздың көрінісі неғұрлым бұлдыр және шатасқан болса, әрекет те соғұрлым ұзағырақ болады. Кейде ол бүкіл өміріңді алуы мүмкін. Егер сіз мақсатыңызды көргіңіз немесе көзіңізді жұмыңыз, терең демалыңыз, сосын мақсатыңызға жеткен күнде оның қандай болатынын елестетіп көріңіз. Мысалы, сіз өзіңіздің дене бітіміңіздің әдемі болғанын қаласаңыз, бірнеше сурет басылған журналдарды қарап шығыңыз және бір спортшының не өзіңіз ұқсағыңыз келген бір үлгіні таңдап алыңыз. Суретті құптап қиып алып, ол адамның бетінің орнына өзіңіздің бетіңіз суретін жапсырыңыз. Өзіңіздің жаңа суретіңізді әрдайым көріп тұру үшін тоңазытқышқа не ваннадағы айнаға іліп қойыңыз. Сіздің де дене бітіміңіз келіскен сол суреттегідей болатынына өзіңізді сендіріңіз. Кейбір адамдар, ал егер бұл болмай қалса ше, дегенді алға тартады. Тағы да қайталап айтамын, бұлай сұрақ қоюға болмайды. Дұрысы, ал егер дәл осылай болып шықса қайтесің? Жай ғана отырып өміріңіздің әр саласында нені қалайтыныңыздың егжей-тегжейін тізіп жазыңыз. Ойдағыдай денсаулық, ойдағыдай өмір салты, ойдағыдай тұрмыс тіршілік, ойдағыдай бірге істейтін серіктестер, ойындағыдай кәсіп, ойындағыдай үй. Осыдан кейін оларды көз алдыңызға келтіріп елестетіп көріңіз. Ұйқыға жатар алдында не нәрсеге қол жеткіңіз келсе, өз санаңызда сол нәрсенің анық көрінісін жасаңыз. Одан да зоры, мақсатыңды көру жақын мақсаттарыңа жетумен қатар, алыс мақсаттарыңа да жетуге көмектеседі. Егер сіздің кездесуіңіз, ашылу салтанатыңыз, жұмысқа қабылдау үшін әңгімелесулеріңіз болса, сол ертеңге маңызды бір шаруаны жоспарлаған болсаңыз, осының бәрін тіпті кешке ұйқыға жатар алдындағы сөйлеулеріңізді де өзіңізге барлық жағынан қателіксіз және жаңылыспай өткіздім деп ойлаңыз. Осыдан кейін ертеңіне бәрі де ойдағыдай болғанына таң қаласыз. Сіз алыстағы болашағыңызды, мысалы, болашақтағы тау бөктерінде не теңіз жағасында орналасқан үйіңізді, немесе Еуропаға саяхатыңызды оймен көру арқылы елестетуіңізге болады. Үнемі жатар алдында өзіңіздің санаңызды болашақ жайлы жақсы бейнелермен, суреттермен толтырып отыру қажет. Сіздің елестеріңізде мақсаттарыңыздың өмірде шындыққа айналғаны жөнінде әдемі суреттер кездесетін болсын. Бұл сіздің мақсатыңызды іске асыру үшін ақыл-ойыңыздың, сана-сезіміңіздің күштерінің белсенділігін арттырады. Мақсаттарын ой көзімен көрсететін, елестететін адамдар шын мәнінде өздерінің елестеткен нәрселеріне соншалықты тез арада жеткендеріне аң-таң болады. Міне тағы бір жаттығу. Мұны мен өзімнің сабақтарымда үйретемін. Бұл жаттығу менің өмірімді өзгертті. Өзіңізге 100-150 теңгеге бір жазу кітапшасын не блокнот сатып алыңыз. Сосын ертеңнен бастап күнде таңертең ұйқыдан тұрған кезде басқа істерді бастамас бұрын блокнотты ашыңыз да жоғарғы жағына бүгінгі күнді жазыңыз. Сосын 10 мақсатыңызды жазыңыз. Оларды осы шақпен және нақты түрде жазу керек. Алдыңғы беттерге үңілмеңіз. Бұрын не жазғаныңызға ешқашан қарамаңыз және жай ғана әр күні жаңадан 10 мақсатыңызды жазсаңыз болды. Бірінші кезде мақсаттар ұқсас келеді. Екіншісінде мақсаттар артықшылығына қарай орындар ауысады. Үшіншіде мақсаттардың орны тағы да ауысады. Бұл аптадан аптаға дейін жалғастыра беріңіз. Бірінші айдың аяғында сіз бастапқы жазып жүрген кейбір мақсаттарыңызды жазуды тоқтатқаныңызды байқайсыз. Сонымен бірге, кейбір мақсаттарыңызды сол бұрынғы сөздермен жалғастырып күн сайын жазып отыруды байқайсыз. Мен әр күні өзімнің 10 мақсатымды жазып жүрдім. Саяхатқа шыққан кездерімде блокнотымды өзіммен бірге жолға алып шығып, жазуды жалғастыра беретінмін. Мен сіздерге уәде беремін, егер мақсаттарыңызды күнделікті жазып жүретін болсаңыздар, сіздің өміріңіз тіпті қазір ойыңызға келмейтіндей өзгереді. Нәтижесінде қатты таңқаласыз. Сіз өз өміріңіздің өзіңіздің қалаған бағытыңызға қарай тез-тез жылжи бастағанына көз жеткізесіз. Сіз бұрынғыдан да жақсы түсінетін боласыз. Сізде жаңа ойлар пайда бола бастайды. Сезімталдығыңыз артады.
Футболдағы допты иемденген спортшы бар ойынның орталығы болғаны сияқты, сіздің негізгі мақсатыңыз да допты ұстап тұрушы болады. Негізгі мақсатпен жұмыс істей отырып, сіз басқа мақсаттарды да жетістіктерге жете бастайсыз. Бір уақыттарда сіз ол мақсаттарға да жетесіз. Сол кезде тізіміңіз де азаяды. Бұдан кейін жаңа парақ алып, жаңа мақсаттарыңызды жазасыз. Күніне 10 мақсат жазыңыз. Егер сіз мұны бүгіннен бастап күн сайын бір ай бойына жасайтын болсаңыз, сіздің ойыңызға да келмеген соншалықты көп жұмыстарды жасап, көп нәрселерге қол жеткізетініңізге кепілдік беремін. Адамдар сіздің мүлдем басқа адамға айналғаныңызды байқайды. Сіздің күш-қуатыңыз, дәлелдеріңіз, құлшынысыңыз және өзіңізге деген сеніміңіз артады. Сіздің қарағаныңыз барынша нақты, ал қол қысуыңыз барынша мықты болады. Таңертең ұйқыдан сергек және жеңіл тұрасыз. Мақсаттардың тізімін жасап, олармен жұмыс істеу сіздің өміріңізді өзгертеді. Мақсаттарыңыз қандай болса да, оған тұрақтылықпен ден қою арқылы жету керек. Қандай жағдай болса да, мақсатқа қарай талпынуды тоқтатпауға алдын ала шешім қабылдаңыз. Талай мәрте мақсатыңызды қайта қарап шығуға, жаңадан жоспар құруға тура келуі мүмкін. Мүмкін сізге 10-шы ретте дұрыс шығу үшін бір нәрсені 9 рет байқап көру керек болар. Негізгісі, қандай жағдай болса да, әрекетті тоқтатпаймын деп өзіңізге алдын ала шешім қабылдаңыз, сөз беріңіз. Сіз Energizer батарейкаларының жарнамасындағы қояндар сияқты қозғалуыңызды жалғастырасыз. Сіз алға қарай жылжи бересіз. Егер сіздің жоспарыңыз толығымен іске аспай қалса, өзіңізге қайтадан сұрақ қоясыз. Басынан аяғына дейін қайта ойластырып, жоспарларыңызды қайта жазып, бәрін қайтадан бастайсыз. Әр күні өзіңіздің негізгі мақсатыңызға септігі тиетін бірдеңе жасайсыз. Әрдайым өзіңізді дұрыс бағытқа келтіріп отырып, өзіңізге: мен жеңілмеймін, мен мұны істей аламын, мен ойыма келгеннің бәрін іске асыра аламын дегенді айтасыз. Есіңізде болсын, ұлы мақсаттарға қатысты болмай қалды деген түсінік жоқ. Тек қана қарсы жауап беру керек. Қарсы нәтиже ол да нәтиже. Кез келген табысты адам мақсатқа жету жолында қайта-қайта қателеседі. Ол өмірден сабақ алады. Егер үнемі әрекетте болмаса, ол оған жолықпас еді. Ештеңе істемейтін ғана адам өмірде қателеспейді. Жеткен нәтижелеріңіз кейде бастапқыда ойлағаныңыздан әлдеқайда басқаша болуы мүмкін. Ерте ме, кеш пе, адамдар тұрақты, ештеңе жоқ екенін, жағдай кез келген уақытта өзгеруі мүмкін екенін түсінеді. Ал енді оның қалай өзгеретіні сізге байланысты.